Армысыздар, құрметті көрермен. СПИД ғасыр індеті. Дүниежүзілік СПИДке қарсы күрес күніне арналған ақпараттық бейнеролигін бастауға рұқсат етіңіздер. СПИД кең таралған дерт. Бұл дертті, яғни жұқтырылған иммунитет тапшылығы белгісі туралы ең алғаш рет адамдар 1982 жылы естіді. 1983-84 жылдары американ ғалымы Роберт Галло мен француз ғалымы Люк Монтонье бір мезгілде бұл аурудың қоздырғышын анықтады. 1986 жылы бұл ауруға адам иммун тапшылығының вирусы деген ат берілді. СПИД 1950 жылдары Африка аумағында белгі беріпті. Содан жылжып 1970 жылдары Африкаға да жеткен. Құлақ естігенді көз көреді деген көп күттірген жоқ. Қазақстанда алғаш сырқат 1986 жылы анықталды. Қазіргі уақытта 20 мыңнан астам адам осы ауруды жұқтырған. СПИД адамның қорғаныс тапшылығының қоздырғышы, ағзаны әртүрлі жұқпалардан қорғайтын қорғаныс жүйесін зақымдайды. Қорғаныс жүйесінің белгілі жасушаларын зақымдайды. СПИД ауруының жұғу жолдары: қан тамырларына есірткілерді енгізген кезде, ине мен шприцтерді бірге қолданғанда, медициналық манипуляциялар кезінде залалсыздандырылмаған құралдарды пайдаланғанда, жыныстық қатынас арқылы. СПИД төменде көрсетілген жағдайда жұқпайды. Қол алысқанда, құшақтағанда, ыдыс-аяқтан, тамақтан, дәретхана заттарынан, су мен ауадан, ойыншықтарды қолданыстағы заттардан. Адамның СПИД ауруымен ауырып жүргенін қалай білеміз? Адамның бұл ауруымен ауырып жүргенін сыртқы келбетінен біле алмаймыз. Қанды зертханалық зерттеуге тапсыру арқылы ғана анықтауға болады. Ауру қалай асқынады? Бұл баяу өтетін созылмалы ауру. Сондықтан ауру белгілері бірден пайда болмай, есі 5-7 жыл ішінде білінеді. Аурудың алғашқы белгілері қандай? Шаршағыштық, жалпы әлсіздік, бірінші топ лимфа түйіндеріне ұлғаюы. СПИД ғасыр індеті. Дүниежүзілік СПИДке қарсы күрес күніне арналған ақпараттық бейнеролигіміз аяқталды. Өзіміз өмір сүріп отырған ортада өмірімізге қауіпті наша, темекі сияқты зиянды улы нәрсеге әуес құмар болмайық, қымбатты достар. Бірінші байлық денсаулық дейді қазағымыз. Салауатты өмір салтын жанымызға серік етейік. Назарларыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.